жедел респираторлы вирусты инфекциялармен ауыру қалыпты, яғни мұрыннан су ағу, құрғақ жөтел, көзден жас ауру, температура жоғарылау деген белгілер жиі болады 8-12 ретке дейін. Себебі жоғарыда айтылғандай, балада ешқандай иммундық память жат болмайды туылған кезде, және бала әр вирусты инфекциямен немесе басқа да инфекциямен ауырып жатқан адаммен контакт болған кезде балаға жұғады, және бала организмі оған қарсы иммунитет күресіп, оны жеңіп, және ағзада иммундық жат пайда болады. Солай әр контакт болған кезде бала жиі ауырып отырады. Әсіресе бала бақшаға барғаннан бастап ауру жиілейді. Бұл баланың иммундық жүйесі активті жұмыс жасап жатқанын білдіреді. Бұл иммундық дефицитті білдірмейді. Ал бұл кезде балаға иммунодефицит деп ата-ана өзі диагноз қойып, әртүрлі баттар беруге болмайды. Қалыпты